Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тіл сабағы 48-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз сөйлем. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бірінші жаттығу, өлеңді түсініп оқы. Алғашқы хат. Әріпке әріп жалғасты, жазу сырын аңғардым. Хат жазуға алғашқы кәдімгідей қамдандым. Қалсам мінін анықтай, келмеді үйкеп өшіргім. Жазғанымды жалықпай, қайта көшірдім. Сау болуын қатеден достарым да ескерді. Мәз боп оқып ата-анам, ұстазым да тексерді. Оразақын Асқар. Қамдану дегеніміз дайындалу деген мағынаны білдіреді екен балалар. Хатты қалай жазу керек? Өзің хат жазып көрдің бе? Осы сұрақтарға жауап бер. Екінші жаттығу, жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Жауабы хат екен балалар. Үшінші жаттығу, атаңа немесе әжеңе хат жаз. Үлгіге қарап балалар, ата-әжелеріңе хат жазыңдар. Үлгіні оқиын. Амансыздар ма? Ата-әже, аман есен жүрсіздер ме? Біз де аманбыз. Сабағым жақсы, сау болыңыздар. Бізге Сәуле деген қыз осылай хат жазып үлгісін көрсеткен екен. Енді сендер де хат жазып ата-әжелеріңе жолдаңдар балалар.